Чайковский атындағы орта мектебі, экотеатр, табиғатты аялайық. Қандай әдемі ағаш. Сен маған көлеңке беріп, ауаны тазартып тұрсың. Бірақ адамдар кейде сені кесіп тастайды. Мен оны түсінбеймін. Айша, сен дұрыс айтасың. Кейде мені сындырады, қоқысты түбіме тастайды. Бірақ мен сендерге көлеңке беріп, таза ауа сыйлағым келеді. Мен табиғатты қорғаймын. Мен сені кесуге жол бермеймін. Біз ағаштарды қорғап көбейтуіміз керек. Мен сендерге осылай көмектескеніме қуаныштымын. Айша, егер біз бәріміз бірігіп жұмыс істесек, табиғат сақталады. Сәлем Маржан, сен көрдің бе? Осы ағашты қалай қорғауымыз керек? Қоқыстарына жәшікке салу, ағаштарды сындырмау, бәрі өз қолымызда. Дұрыс айтасың, егер табиғат таза болса, біз де жақсы өмір сүре аламыз. Біз бәріміз бірге ағаштар мен жануарларды қорғауымыз керек. Әрине, табиғат біздің ортақ үйіміз. Оны қорғау үшін біз бәріміз бәріміз үшін жұмыс істейміз. Жарайды Айша, менің шаруаларым бар. Сау бол. Айша ағаштың жанында отыр, мысық қасында ұйықтап жатыр. Марғау, неге сен мені тыныштандырып жатқан кезде өзіне бір нәрсе жасамайсың? Біз табиғатты қорғауымыз керек. Егер ағаштар мен өсімдіктер аман болса, біз бәріміз бақытты болар едік. Мяу! Табиғат таза болса, мен де бақытты боламын. Бірақ сен дұрыс айтасың. Табиғатты қорғау үшін барлығымыз да бірлесе жұмыс істеуіміз керек. Алақай, біз бірге табиғатты аялауымыз керек. Әрбір адамның әрекеті маңызды. Ағаштың жанына жігіт келеді. Ол ағаштың бұтақтарын сындырып кескісі келеді. Ха-ха-ха-ха! Бұл ағаш, сен кедергі болып тұрсың. Мен сені кесемін қазір. Бұл даланы менің жауымдай көруге болмайды. Бұл жерде бір ағаш тұрмауы тиіс. Бірақ мен сендерге көлеңке беріп, ауаны тазартып тұрмын. Мен ешкімге зиян келтірмеймін. Қорқасың ба? Менің көзімнен ғайып бол. Сен осында не тұрып жатырсың, ағаш? Ағаштың жанына жігіт келеді. Ол ағаштың бұтақтарын сындырып кескісі келеді. Ха-ха-ха-ха! Бұл ағаш, сен менің алдымда кедергі болып тұрсың. Мен сені кесемін қазір. Бұл даланы менің жауымдай көруге болмайды. Бұл жерде бір ағаш тұрмауы тиіс. Бірақ мен сендерге көлеңке беріп, ауаны тазартып тұрмын. Мен ешкімге зиян келтірмеймін. Ха, қорқасың ба? Менің көзімнен ғайып бол. Сен осында не тұрып жатырсың, ағаш? Тоқта! Арман! Сен не істеп жатқаныңды түсінбей тұрсың? Бұл ағаш біздің табиғатымыздың бір бөлігі. Сен оны жойып, табиғатқа зиян келтіріп жатсың. О, сен келіп қалдың ба? Мен оны кесемін. Сен де менің жолымда тұрма. Ағаштарды кесуге болмайды. Табиғатты қорғауымыз керек. Егер сен осы ағашты кессең, бізге өкінішті болады. Ай, сендер менің сөздерімді түсінбей тұрсыңдар. Мен өзім білемін. Сен дұрыс айтпадың, Арман. Бұл ағаш бізге ауа береді, көлеңке сыйлайды. Оны қорғауымыз керек. Рахмет, Айша, сен мені қорғап қалдың. Егер сен болмағанда, менің тағдырым қандай болар еді? Табиғатты қорғауымыз керек. Біз бәріміз бірге жұмыс істесек, табиғат аман қалады. Ал сен ағаш ешқашан жойылмауы керек. Біз бұл көріністе табиғатты аялау қажеттілігін көрсеткіміз келді. Табиғатты қорғау, оны таза ұстауымызды да білдіреді. Қоқысты дұрыс тастап, табиғатқа зиян келтірмей өмір сүру бұл біздің ортақ жауапкершілігіміз. Әрбір әрекетіміз табиғаттың болашағын қалыптастырады. Сондықтан, таза ауада өмір сүріп, таза ортада болу үшін табиғатты таза ұстап, оны қорғауымыз керек. Табиғаттың тазалығы біздің болашағымыздың кепілі.